Ассалаумалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Бүгінгі видеода біз не туралы айтамыз? Жалпы мынау воздержание деген не? Және ол адамға не үшін керек? Адам не үшін воздержанияға кіреді? Яғни не үшін адам воздержаниені практиковать етеді? Мынау христиандарда, соның ішінде протестанттарда мынандай бір нәрсе бар да. Адам сол мысалға протестант болу үшін ол 18 жастан асқан, сондай бір саналы түрде ересек адам болу керек. Және ол мынау христиандарда крещение деген бар ғой, крещение, яғни суға батырып, болмаса сумен жаңағындай христианға айналдыру әдісі бар ғой, сондай бір ритуал. Сол нәрсені ол адам өзі осознанно, яғни саналы түрде адам өзі соны қабылдау керек дейді да. Сол сияқты мынау воздержаниені адам саналы түрде қабылдау керек. Комментарийлерден қараймын, жаңағы кейбір жігіттер жазады, ол қанша жасқа дейін ол воздержание ұстау керек дейді. Болмаса сондай тағы да басқа сұрақтар бар. Жалпы воздержание деген ол адам мысалға осы уақытқа дейін ол жаңағы порнография көріп, соған мастурбация жасағаннан кейін организм үйреніп қалады ол нәрсеге. Және ол көптеген мынау, білесіздер ме, адам ер адамның спермасын шығару үшін ол көптеген ол енді энергия жұмсайды. Және сол үшін ол жаңағы қайтадан сол сперманы қайта түзеу үшін, қайта қалпына келтіру үшін ол адамның организмі ол көптеген энергияны талап етеді. Яғни адам мастурбациямен айналысқан кезде, жиі порно көрген кезде оның постоянно, яғни әрдайым оның энергиясы аз деңгейде болады. Сол үшін адам өзінің энергиясын көбейтіп, адам өзін толыққанды адам ретінде сезіну үшін осы воздержание керек. Және де тестостеронды көбейту үшін, яғни ол туралы тағы да басқа видео болады. Сол жаңа адам тестостерон гормонын көбейту үшін де осы воздержание жасалады. Сондықтан қуатты болыңдар. Тағы да сұрақтар болса комментарийға жазыңдар.